Жақынкы күндері өте тұрған ШОС Қырғызстан үшін, Қырғыз елі үшін өте чоң саяси экономикалық маңыздағы мероприятие болып саналады. Мұнда біз 21 мемлекеттің президенті қатысып жатқаны білдірет Қырғызстандың дүниелік еларалық ұйымдардың арасында, мемлекеттердің арасында деңгейінің өсіп жатқанын, осындай эле чет мемлекеттердің Қырғызстан Орта Азиядағы кичинекей мемлекетке өзлерінің көңілін бұрып жатқандығын, эми бул ШОС өзі комплекстүү уюм болып саналат. Бир чети муну айтсак болот, саясий уюм деп, экинчи чети айтсак болот, экономикалык уюм деп. Андан кийин анан куралдарды, согуштук ар кандай маселелерди чечүү боюнча уюм, андан кийин анан жанагыраки гуманитардык, маданий уюмдарды өзүнө камтыган өтө чоң уюм. Ол бир жагынан, экинчи жагынан бул уюм орусча айтканда мындай өзүнүн күчүн өйдөлөтүп атат, оборот. Жыл сайын жаңы мындай наблюдательдер кошулуп, же болбосо мүчөлүккө кабыл алынып, чоң маселелер чечилип атат. Эми ушундай кырдаалда Кыргызстанда өтүп атышы биз үчүн сыймык, биздин элдин аброю, биздин жетекчилер бул өтүп аткан саясий экономикалык мероприятияны жогорку деңгээлде өткөрүп алат деп ойлойм.